Жылулық жүректе балалар ауылының балғындарына ерекше сыйлық көтеріңкі көңіл күй сыйлау мақсатында орталық қызметкерлері тіршілігі қайнаған базардан ең сапалы тоқыма жіптерді таңдап алды. Мұнан соң Мирас әжелер клубының тұрақты мүшелері денеге жылы әрі ыңғайлы күртешелер, қалпақтар тоқып, сәнді сөмкелер мен шалма жамылғылар дайындады. Ізгі тілекті айта отырып, бар махаббатты құйып, жүрекпен әзірленген тоқыма бұйымдарды анаға тағзымның қызметкерлері арнайы қорапшаларға салып, мерекелік бағдарламаға күні бұрын дайындап қойды. Ал ең бастысы бұл сыйлықтарда ананың ақ батасы, жүрек жарды тілегі жатыр. Мирас әжелер клубының ең қарт мүшесі 87 жастағы Нашаруан әжей балаларға ізгі тілегін жеткізіп, ақ батасын бере отырып, шын жүрегімен тоқыды. Мына заттарды кішкентай балаларға сыйлаймыз, тарту етеміз. Сол балаларға бір батаңызды берсеңіз, бата. Балдарымыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Алла абырой берсін, әр уақытта үлкен азамат болсын. Балалар ауырмасын, жыламасын. Осылайша Мирас әжелер клубының тұрақты мүшелері өз қолдарымен тоқыған бұл сыйлықтар Атамекен отбасы үлгісіндегі балалар ауылының тәрбиеленушілеріне табысталды. Алғыс айту күнде біз анаға тағзым орталығына келіп отырып, қазір біз бауырлармен бірге керемет концерт шарасын бақылап отырдық. Керемет өтті. Мен өзімнің достарымның артына елімізге, отанымызға, достарымызға, мұғалімдерге көп рахмет айтқым келеді. Маған бүгінгі шара қатты ұнады. Жанға жылулық, жүрекке мейірім сыйлайтын концерттік бағдарламада балғындар құлақ құрышын қандырар әсем ән мен тәтті күй тыңдап, мерекелік көңіл күйді сезінді. Ал өңірімізге белгілі Абзал және К компаниясы ұсынған тәттілер балғындардың қуанышын еселей түскендей. Бұл біздің бірінші келуіміз емес. Бұған дейін де қыздар дебат клубы келіп, осы жерде үлкен шара өткен болатынбыз. Алдағы уақытта да анаға тағзым орталығымен бетіне жұмыс жасап, балалардың өсіп дамуы үшін, ұлттық құндылықтарды бойына өсіріп, сіңіріп өсіру үшін барлығымыз жабылу жұмыс жасаймыз деген үміт білдіремін. Рахмет барлықтарыңызға. Айтпақшы, шара аясында балғындар саналы тәрбие мен сапалы білімді ұштастырып, таным көкжиегін кеңейтуге үлес қосып жүрген тәрбиешілері мен орталық қызметкерлеріне шексіз ризашылығын білдірді. Балдар, не дейміз?